Сәлеметсіздер балалар, сабаққа қош келдіңдер. LSR A1 Plus кітабының 6 сыныптың 5 модульдің 63 беттегі тапсырмаларын орындайтын боламыз. Сабақтың тақырыбы Culture Spot Kazakh Rules of Hospitality. Қазақ мәдениет туралы, мәдениет бұрышы, қазақтың қонақжайлық ережелері. Exercise 1. What rules of hospitality do you know? Discuss your ideas in pairs. Қонақжайлықтың қандай ережелерін білесің? Жұппен талқыла. Мысалы, guests should be welcomed warmly. Қонақты жылы қарсы алу керек. The host should offer food and tea. Үй иесі ас пен шай ұсынуы керек. Қонақтар үлкендерді сыйлауы керек. Guests should respect older people. Exercise 2. Read the text, match the types of guests with the names in English. Мұнда бізге мәтінді оқып, сәйкестендіру қажет. Read так. Kazakhstan is a country of rich traditions. Since ancient times, hospitality has been a distinctive feature of Kazakh people, and both guests and the hosts have followed these unspoken rules. Қазақстан дәстүрлері бар бай ел. Ежелгі заманнан бері қонақжайлық қазақ халқының ерекше қасиеті болып саналады. Қонақтар мен үй иелері осы жазылмаған ережелерді сақтаған. Rules for guests. Жазылмаған, өйткені ол ереже еш жерде жазылмайды. Оны тек әрбір қазақ өзінің жүрегінде мынау дәстүрге деген ниетімен өздері сақтаған. Rules of guests, for guests, яғни қонақтарға арналған ережелер. Say hello to everyone individually in the host's house. Үйге кіргенде үйдегі әр адаммен жеке амандасу. Take off your shoes when entering the host's house. Үйге кіргенде аяқ киімді шешіп, әдемілеп қойып қоямыз. Үй иесі Don't reject food when offered by the host. Try at least a bit. Үй иесі ұсынған тамақты қайтармай, тым болмағанда дәмін татып көру керек дейді. Мысалға, бір адам асығыс болып үйге келіп қалған уақытта да шай іш деп айтамыз. Ол адам шай ішпесе де, нан ауыз тиейін деп сұрайды. Нан ауыз тиюдің өзі де бір ережеге жатады ғой негізінде. Take a seat when eating. Remaining standing is seen as a thing of disrespect. Тамақ ішкенде отырып жеу. Үй иесі ұсынған тамақты айттық. Тамақ ішкенде отырып жеу, түрегеп тұрып тамақ жеу ол сыйламаудың белгісі болып есептеледі. Don't interrupt people older than you. Өзіңнен үлкен адамдардың сөзін бөлмеу қажет. Say goodbye to the host and all their other guests when leaving. Шығып бара жатқанда үй иесімен де және де сол үйдегі басқа адамдармен де қоштасып қайту қажет. Rules for hosts. Яғни бізде бұл үй иелеріне арналған ережелер, үйдің қожайынына арналған ереже. Reserve the tastiest food for guests. Барлық қонақтарға түрлі тағам ұсыну. Offer a wide choice of meals. Қонағасы to all guests. Арнайы қонақ, құдайы қонақ, or қыдырма қонақ. Барлық қонақтарға түрлі тағам ұсыну, яғни қонағасы. Арнайы қонақ, құдайы қонақ, немесе қыдырма қонақ. Give a gift to any guest who has some good news. Жақсы жаңалықпен келген қонаққа сыйлық беру. Treat elderly guests with delicious and easy to chew food. Қазы, жент or cottage cheese. Қарт қонақтарға жеңіл әрі дамдар тағамдар беру. Қазы, жент, немесе ірімшік деген секілді. Енді бізде мына сөздерді жаңағында сәйкестендіруіміз қажет, немесе айтып шығуымыз қажет. Мысалға айтатын болсақ, random stranger дегеніміз бейтаныс адам. An invited guest шақырылған қонақ, an unexpected guest күтпеген қонақ, аяқ асты келген қонақ. Енді осы берілген сөздермен мына үшеуін сәйкестендіруіміз қажет қой. Мысалға арнайы қонақ дегеніміз an invited guest.
яғни оны біз арнайы қонақ пен шақырылған қонақ екеуінің мағынасы бір. Құдайы қонақ, енді random stranger дегеніміз екеуі бейтаныс адам. Бұрында бізде қазақ халқында осындай бейтаныс адамдар қонақ болып келген, құдайы қонақ деп айтады, оны құдайдың өзі жіберді дегендей, сол құдайы қонақ деп айтады. Оны да өздері дастарханын жайып тамақ асып берген болатын, хотя ол адамды танымаса да. Қыдырма қонақ ол an unexpected guest, яғни ол бізде күтпеген қонақ. Аяқ асты өзіміздің танитын достарымыз күтпеген жерден қонақ болып келеді. Соларды біз an unexpected guest деп айтады екенбіз. Қыдырма қонақ. Exercise 3, үшінші тапсырманы орындайтын боламыз. Read the text again and decide if the sentence below are true or false. Біз мәтінді оқыдық, аудардық, енді сөйлемдерді true немесе false, дұрыс немесе қате, соны белгілеуіміз қажет. Guests should greet every person in the host's house. Мұнда қонақтың үйге келген қонақ үйдегі әрбір адаммен сәлемдесіп шығу керек. True, дұрыс. Guests shouldn't eat the food they don't like. Мұнда false деп белгіледім, өйткені келген қонақ қожайынның жасаған тағамының сәл болса да дәмін татып көру керек, дым жемей шығып кетуге болмайды, ол сыйламаудың белгісі. The host should offer the guests the best food. Үйдің қожайыны өзіне келген қонақтарға ең дәмді, ең тәтті тағамдарды ұсынады. True. The guests who have some good news shouldn't be given a present. Үйіне қонақ болып келген адамның жақсы жаңалығы болса, үйдің иесі оған сыйлық бермесе болады деп тұр. Мұнда false, міндетті түрде беру керек. Ол да бір сыйластықтың белгісі болып есептеледі. Енді бізде glossary, яғни сөздік. Мына сөзді аударатын боламыз. Distinctive, бұл бізде сын есім екен, ерекше, айрықша дегенді білдіреді екен. Easy to recognize because of being different from other people or things of the same type. Белгілі бір затты, немесе белгілі бір адамды басқа адамның айырылмашылығын көрсетіп тұратын ерекше, айрықша деген сөз екен. Reject, бұл бізде verb, етістік. To not agree to an offer, proposal or request. Яғни reject деген бас тарту, өзіңе ұнамайтын болса, немесе бір нәрсемен келіспейтін болсаң, осы reject етістігін қолданасың. Disrespect, to treat someone without respect. Яғни disrespect деген сыйламау, біреудің жақсы қасиетін сыйламау деген секілді, ал respect сыйлау. Reserve, to keep something for a particular person, purpose or situation. Reserve дегеніміз сақтап қою, арнайы қалдыру, жаңағыны айтып өттік, мәтінде үйдің иесі қонақтарға өзінің тәтті тағамдарын алып қойған, сақтап қойған. Мысалға бізде қазақ жұрты соғым басы береді. Соғым басы берген уақытта әрбір келген адамға өзінің жілігін ұсынады, сүйек жілігін. Келесі now you дейді. Work in groups, go online and try to find out more rules of hospitality. Exchange the information in your group. Бізде мұнда айтылған тапсырма топпен жұмыс істе деп тұр. Интернеттен қонақжайлық туралы тағы басқа ережелер тауып, бір-біріңмен бөлісіңдер дейді. Мысалға мен былай жасадым. Guests shouldn't come empty-handed. Қонақ құр қол келмеуі керек. Бізде қонаққа құр қол барамын ба деп, әйтеуір бір кәмпит болса да алып барады. Және де hosts should respect their guests. Және ең бастысы үй иесі үйіне келген қонақты міндетті түрде сыйлауы керек. Осымен біздің 63-ші беттегі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар. Менің сабақтарымда дәл осы пән сабақ кітап оқытылмайды, неге екенін білмеймін. Қай өңір оқитынын да білмеймін. Жалпы осы кітап бар болғандықтан осылай түсіріп салып жатырмын. Біреуге болмасын, бір адамға болса да пайдам тисін деп.
Енді осы оқу жылы аяқталғанша өзімнің мақсатым бар. 10.000 оқырманға жеткім келеді. Сол оқырманға санына жету үшін әр қайсыңыздың подписаться деген батырманы басқаныңыз мен үшін маңызды. Ал осы уақытқа дейін маған тіркеліп, подписацияны басып, әркез лайк басып отырған әрбір оқырманыма алғысым шексіз. Сіздерге үлкен рахмет. Алдағы уақытта да менің осы парақшам сіздерге пайдалы болады деген ойдамын. Және де сіздердің әрбір қараған просмотрыңыздан, әрбір қараған лайкыңыздан мен рахаттанамын, және де табыс табамын. Сіздерге алғысым шексіз. Сау болыңыздар.